Автобустан түскен соң оның артын айналып өтіңіз. Жолды жаяу жүргіншілерге арналған жерден ғана өтіңіз. Оң жақ жол бөлігі бос болса, сол жақты бөгемеңіз. Жылдамдық тәртібін және арақашықтықты сақтаңыз. Армысыздар ағай, эфирде транспорт және логистика. Сіздермен бірге Думан Мұхаммедқали. Бүгін Астана үлгісіндегі жаяу жүргіншілер мен көлік жүргізушілерінің қауіпсіздік жүйесін талдап көреміз. Желікпе жігіт, ала құйын жүргізуші. Жол жүру ережесін қасақана бұзатындар. Бұларды жолдың өзге қатысушыларының қауіпсіздігі қызықтырмайды. Қазақша мәдениетті айтқанда желікпе, дөрекі айтқанда даңғой деп анықтама береді екен жол сақшылары оларға. Осындайда тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деген Батыр Бауыржан атамыздың сөзі еске түседі. Ел болуға ұмтылып, тәртіпті бақылауды күн сайын күшейтіп келе жатқан Астана көшелерінде бейне бақылау камералары көбеюде. На сегодняшний день у нас в городе Астана Қазіргі кезде Астана қаласында 70-ке жуық фото бейне тіркеу жүйелері орнатылған. Олардың ішінде 57-сі фото тіркеу мен 13-і интегра жол қозғалысын бақылау жүйелері. Ол жол ережесін сақтамайтындарды, бағдаршамның рұқсат етілмеген тұсіне өтіп кететіндерді және тоқтау сызығын кесіп өтіп, тоқтау сияқты заң бұзушылықтарды анықтайды. Бүгінгі Астанада жол қозғалысын қауіпсіздендіру кешегі Астанамен салыстырғанда әлде қайда қиынырақ. Кешегіміз Астана құрыла бастаған жылдары. Ол кезде қала бойынша шамамен 40 мың көлік бар еді. Қазір олардың жылдық өсімінің өзі 20 мыңнан. Қазақстанның бас қаласындағы темір тұлпарлар саны 300 мыңдай бірлікті құрайды екен. Бұл қала қонақтары мен транзит көліктерін санамағанда. Толассыз қозғалыс, қарасы таусылмайтын темір тұлпарлар. Бұл да жол көлік оқиғасының орын алуына ықпал етуші себептердің бірі. Прорабатывать вопросы по вопросам перехватывающих. Қала кіреберістеріне немесе темір жол бекеттері маңына автотұрақтар салу жобасы жүзеге асуда. Қалаға келген қонақтар автомобильдерін қалдырып, қоғамдық көліктермен жүретін болады. Бас жоспар құрастырылды, өңделді, қала әкіміне көрсетілді. Бұл жұмыс бір жылдың шаруасы емес. Алайда іске асқанда Астанамыз үшін қолайлы болады. Қабылданып, енгізіліп жатқан барлық ұсыныстар шет мемлекеттердің оңды тәжірибесінен өткен. Оған қоса, тағы бір қатар шаралар іске асырылмақ. Бізде Астана бас жоспарлар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Олар көліктердің қаланы айналып өту жолын зерттеп зерделеуде. К1 тас жолы бар, батыс айналма жолы. 20 жылға дейін екі басы түйісіп, тұйықталуы керек. Оңтүстік айналма жолы бар, С3 деп аталады. Қарағанды, Көкшетау, Павлодардан келетін көлік ағынын реттей алатын айналма жол. Не заезжал уже на территорию нашего города. Жылдамдық тәртібін реттеу, жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастырудың бас ережесі. Жақсы асфальтта қалайша жылдам жүрмеске. Жүргізушілерді тежегішті басуға міндеттейтін тек жылдамдықты тіркеу жүйесі. Әлемнің талай елінде бұл жүйелер бұрыннан табысты жұмыс істеп тұр. Ол біздің Астанамызға да еніп үлгерген. Мұндай жүйелердің басты міндеті жазалау емес, ақырын жүріп анық бас дегенді ескерту. Қазіргі таңда осы жүйеде қызмет етіп тұрған сары фотоаппараттармен қатар кезекшілікке жылдамдықты өлшейтін құрылғының жаңа буыны іске қосылған. Олар әзірше тестілеу тәртібінде жұмыс жасауда. Өзінің озықтығын дәлелдесе, оларда толыққанды іске қосылады. Әзірше көз үйреншікті болған Red Speed құрылғылары тәулік бойы көліктердің жылдамдығын реттеп тұр. Система Red Speed, она выявляет нарушение. Жүйе Red Speed құрылғысы арқылы жылдамдық тәртібінің бұзылуын анықтайды. Егер қалада сағатына 60 шақырым болса, 60-тан жоғары жүргендердің барлығын өз жадысына тіркеп алады.
даулы сұрақтар да туып жатады. Жүргізуші келіп, өзінің келіспеушілігін айтады. Анықталған заң бұзушылықтың фото және бейне жазбасы көрсетіліп, дәлелденеді. Нақты бір нәрсені айта аламын. Бұл жүйе жұмыс істеп тұрған жерлерде тәртіп бұзушылықтар анағұрлым төмендеді. Жол апатының санын есептеп, сараптама жүргізіледі. Осы сараптама нәтижесі қажет деген жол бөлігіне осындай жүйе құрылғысын орнатамыз. Фиксация системы, да? Нарушение, да, снизилось. Көргенімен тәжірибесінде түйгені көп елдердің автодория деп аталатын әдісі бар. Ол батыс елдерінде кеңінен қолданысқа ие. Оның ерекшелігі жолдың ондаған шақырымдық жерлеріне жылдамдық детекторларын орнату. Бақылау қондырғылары орнатылған жерлерді айналып өту мүмкін емес. Жүргізушінің жылдамдығы әр жерде тіркеліп, кейін қозғалыстың орташа жылдамдығы есептеледі. Еуропада мұндай тіркеуіштер орнатылғаннан кейін жүргізушілер әрбір бақылау учаскесінен өтер алдында белгіленген жылдамдықты сақтауға тырысады. Бұл әдіс қазақстандық жүргізушілерді де жылдамдық тәртібін сақтауға мәжбүрлейді. Жақында қала көшелерінде бейне және фото бақылау қондырғылар саны арттырылмақ. Бұл тек жол бойындағы заң бұзушылықтар ғана емес, сондай-ақ азаматтардың басқа да заңсыз әрекеттерін тіркеуге мүмкіндік береді. Вся информация о зафиксированных правонарушениях. Қазіргі таңда жол жүру ережесін бұзған азаматтарымыздың заңсыз әрекеттерін тіркеп отыратын екі құрылғы бар. Бірі сары түсті құрылғы. Бұл қалада белгіленген 60 шақырым жылдамдықты асырған көлік иелерін тіркейді. Екіншісі сұр түсті бейне бақылау қондырғысы. Қазіргі таңда ол құрылғы тестілеу режимінде. Тестілеу мерзімі аяқталысымен құрылғылар өз жұмыстарын бастайды. Ол кісінің кінәсін дәлелдейтін барлық ақпарат сол азаматтың тұрғылықты мекен жайына жіберіледі. Көлік жүргізушілері жолда жүру ережелерін бұзғандығы үшін жүргізуші куәлігінен айырылып немесе айыппұл салатындықтан жолда аса жауапкершілікпен жүруі мүмкін. Ал жаяу жүргіншілер жол тәртібіне селқос қарап, тек қана айыппұл төлеумен шектелемін деп ойлайды. Жолда жүру ережелерін дұрыс сақтамаған талай жаяу жүргінші жолдың кез келген жерінен қиып өтем деп көлік оқиғасын орнып жатады. Пайыздық есепке шаққанда жол көлік оқиғасының 20% жаяу жүргіншілердің кінәсінен орын алады екен. Жол бойындағы бейне бақылау камералары жаяу жүргіншілердің де кінәсін айқындап беруде. Интегра деп аталатын бұл құрылғылар көлік қарқынын көп көшелердің қиылысында орнатылған. Бейне бақылау режимі автоматты түрде жүріп отырады. Темір тұлпарларын тізгіндеген азаматтардың бір-біріне кедергі жасамауын қадағалайды. Бұл қондырғының осымен жұмысы аяқталмайды. Ол бағдаршамнан өтетін жаяу жүргіншілердің жолдың арғы бетіне қауіпсіз өтуіне де септігін тигізеді. Мысалы, жаяу жүргінші бағдаршамдарындағы шақыру батырмасы. Кезінде бұл жаңалық болып енген уақытта қоғамда аз дау туған жоқ. Бұқараның көпшілігі бағдаршамдардағы батырма еріккеннің ермегі, қолданысқа енбейді, бос уақыт кетіру деп есептеген еді. Қазір Астана тұрғындары бағдаршамнан шақыру батырмасын таба алмаса, ыңғайсыз күйге түседі. Задача сохранить жизнь детей. Жол үстінде балалардың өмірін сақтауға арналған балалар қауіпсіздігі деп аталатын бағдарлама бар. Барлық техникаға арналған қаражат игерілді. Күткен нәтиже жемісін берді. Үмітті ақтады десек болады. Жаяу жүргіншілер ағынын да есептеп, сараптап отырамыз. Жаяу жүргіншілерге арнап арнайы қоршаулар орнаттық. Бағдаршамдарды шақыру батырмасымен жұмыс жасауға бейімдедік. Барлығы жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін. Көздері нашар көретін жандар үшін де дыбысты белгі беретін бағдаршам бағдарламасы бар. Для безопасности и удобства пешеходов. Заманауи технологиялар заманауи жолдарға енгізілуде. Инженерлердің тынымсыз еңбегі далаға кетіп жатқан жоқ. Біздің көзге көрінбейтін, бірақ жол қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер ететін жаңашылдықтар әлі де туары анық. Қиылыста, жол шетінде бұрышта түрлі таңбалар бар тұратын. Жүресің бе, жүрмегенің дұрыс па? Не істеу керек? Соған қарап ұғасың. Қызыл шеңбер ішіндегі таңбалар әлденеге қатаң тыйым салады, өміріңді сақтауғалар арналар. Білмегендер өкініште қалады. Өкініште қалмайық ағайын. Бүгінгі айтарымыз olsa, жолдарыңыз болсын.